менде микроқаржы жоқ, ұйымда мүлдем қарызым жоқ. Барлығымыз финансовый грамотный болсақ, әрбір адамның қарыз берешегі болмас еді деп ойлаймын. Менің есімім Мұхтар Газенова Ақбота Қайратовна. Мен Өскемен қаласының тұрғынымын. Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласында тұрамын. Көпбалалы анамын, 6 балам бар. Осы қарызсыз қоғам туралы көпбалалы аналардың клубына SMS келген болатын. Сол кезде көрдім. 2024 жылы болған 5 күндік оқу болды. Сол оқуға жазылып, расход пен доходты есептеу деп айтып жатады ғой. Соны білмеппін екен. Оқу аяқтағаннан кейін заңгерлер бізге сотымызды ашуға көмектесті. График арқылы төлем, сондай жолдарын көрсетті. Мұғаліміміз үй тапсырма берген болатын бір күні. Үйдегі расходты және доходты жазыңдар. Одан кейін сол доходтың қаншалықты, расходтың қаншалықты, күнде неме қолданасың, не қолданбайсың, полностью соны жазып шығу керек болды. Ақшаны қалай жинауға болады, соның жолдарын бәрін көрсетті. Шаштараз мамандығын оқуын бітірдім. 1 жылдық первое рабочее место деген программа бойынша жұмысқа тұрдым. Каждый частный судебный исполнительға өзімнің жұмыс істеп жатқан анықтамамды апарып бердім. Осы қарызсыз қоғам жобасын барша қазақстандыққа жариялаған өзіміздің президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлына да үлкен алғысымды білдіремін.